Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 82-ші сабақ мазмұндама деп аталады. Балалар, біз бұл сабақта белгілі бір тақырыпқа немесе негізгі ойға сүйене отырып шағын мазмұндама жазуымыз керекпіз. Мен балалар сіздерге арнап менің қозым тақырыбында шағын мазмұндама жазып қойдым. Балалар, сіздер де осы мазмұндамаға ұқсас жазсаңыздар болады, немесе өз ойларыңыздан кез келген тақырыпқа арнап жазсаңыздар болады. Менің қозым. Менің қоңыр қозым бар. Ол өте сүйкімді. Мен оны кішкентайынан асырап келемін. Мен қозымды қатты жақсы көремін. Оған күнде сүт беремін. Ол сүтті жақсы көреді. Қоңыр қозым маған еркелейді. Мен онымен күнде серуенге шығамын. Мен сабақтан келгенде алдымнан жүгіріп күтіп алады. Мазмұндама мына тірек сөздердің көмегімен жазылды. Сүйкімді, қоңыр, сүт, жақсы көреді, еркелейді, жүгіріп шығады, қозым, серуенге көреді. Жарайсыңдар балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар балалар. Міндетті түрде видеоға лайк басып, каналға тіркеліп қойуды ұмытпаңыздар. Сол кезде келесі шыққан сабақтарды бірінші болып көретін боласыздар. Назарларыңызға рахмет.